Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын чебуреки рецептісімен бөліскім келеді. Жасалу жолы өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Қажетті ингредиенттердің барлығы видеоның төменгі жағында описание бөлімінде жазылған. Ең алдымен ыдысымызға ұнды салып аламыз. Қайнаған ыстық суға 1 шай қасық тұз салып жақсылап араластырамыз. Ұнымызға 2 ас қасық сұйық май қосамыз. Содан соң аз-аздан суымызды құйып, қасықтың көмегімен араластырамыз. Суымыз кәдімгідей жаңа қайнаған ыстық су болуы керек. Қамырымыз қоюланғанша қасықтың көмегімен, қоюланғаннан кейін қолымызбен қамыр илейміз. Мінекей қамыр дайын болды, жұп-жұмсақ қамыр болып шығады. Енді 20 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Содан соң салмасын әзірлейміз. Тартылған етке ұсақтап туралған пияз қосамыз. Одан кейін дәміне қарай бұрышын, тұзын қосып, жақсылап тартылған етімізді араластырамыз. Мінекей салмамыз да дайын болды. Енді қамырды видеодағыдай етіп бөліктерге бөліп аламыз. Қалауыңызша кішкентай қылыпта жасауға болады, мен үлкенірек қылып жасайтын боламын. Мінекей бөліктерге бөліп дайындап алдық. Қамырдың беті кеуіп қалмас үшін пищевой пленкамен немесе орамалмен жауып қойсаңыздар болады. Енді оқтаудың көмегімен жұп-жұқа қылып жаямыз. Содан соң видеода көрсетілгендей етіп, салмасын бір жақ бөлігіне салып чебуреки жасаймыз. Әдемілік үшін шетін шанышқымен басуға болады, бірақ бұл міндетті емес. Осылайша барлық қамырдан чебуреки жасап аламыз. Жасалған чебуректерімізді қызып тұрған майда 2 жағы қызарғанша жақсылап қуырамыз. Май міндетті түрде қатты қызған болуы керек, әйтпесе бүкіл майды сіңіріп алады және өте майлы болып кетеді. Сол себепті майды жақсылап қыздырып аламыз. Және дайын чебуректерді қағаз сүлгіге қойып майын сорғытып аламыз. Мінекей чебуректеріміз дайын болды. Барлығын осылай пісіріп аламыз. Мен үнемі осы рецептпен жасаймын, сіздер де жасап көріңіздер.